Сәлем достар, есім Аяулым, каналыма қош келдіңіздер. Каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп алыңыздар. Алдағы уақыттарда өте оңай, қолжетімді заттардан тағамдарды жасау жолын көрсететін боламын. Бүгін сіздерге осындай окорочкамен жасалатын кешкі аспен бөлісетін боламын. Сочный болып шығады, өте тойымды, артық затты керек етпейтін үй жағдайындағы жасалатын нәрселер. Сіздерде міндетті түрде жасап көріңіздер, отбасыларыңызға 100% ұнайтынына күмәнім жоқ. Мінекей, осындай ыдыстарыңызға окорочкаларды үйсіп салып шығасыздар. Дүкеннен сатып алынған, болмаса бөлінген. Мінекей, осылай пияздарыңызды бөліп шығасыздар, салып аласыздар. Осылардың үстіне картоптарыңызды салып аласыздар. Картопты дәл осылай турағандарыңыз дұрыс, тез пісу үшін. Үлкен қылып турасаңыздар да болады, бұдан ірілеу қылып. Мен осылай турадым. Сіздер өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша тез піссін десеңіздер, осылай кішігірім ғана турағандарыңыз дұрыс. Картоптарыңызды, окорочкаларыңызды, пияздарыңызды бәрін біріктіресіздер. Бұның үстіне перец, болгарский перец қоссаңыздар да болады. Үстіне осылай майонездеріңізді салып аласыздар. Если кетчуп болмаса, үстіне үй жағдайында қолданатын томат салсаңыздар болады. Түрін келтіру үшін бұны бәрін осылай қолдарыңызбен жақсылап араластырып алыңыздар. Біркелкі болғанға дейін жақсылап араластырасыздар. Астында қалып қойғандар, пияз, картошка бәрін біріктіресіздер. Осындай майонез, кетчуптарыңызды салып, барлығын бірге. Осылардың үстінен дәміне қарай тұздарыңызды, бұрыштарыңызды салып, тағы да бір жақсылап араластырып шығасыздар да, үстін жауып, маринадталғанша 1-1,5 сағатқа қойып қойғандарыңыз дұрыс. Дайын болғаннан кейін духовкаларыңыз 180 градусқа қыздырып, 40-45 минут пісіріп аласыздар. Барлығын салып, міндетті түрде ұнайды сіздерге. Сіздер міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте дәмді, тойымды, кешкі асқа жасасаңыздар болады. Ұнайтынына 100% сенімдімін. Үстіне барлығын осылай салып шығасыздар. Өте көп салмаңыздар. Осы табаларыңыз кішірек болса, өйсеп бөліп салғандарыңыз дұрыс. Жан-жағына осылайынан бөліп шығасыздар, жайып шығасыздар. Картошкаларыңызды да бір-бірінің үстінде тұрып қалмасын. Бөлгендеріңіз дұрыс. Өзінің суы шығып, дәмді болып шығады. Сочный болып. Жақсы көбірек тұрса, маринадталған дұрыс. Көп болып тұрғаны ұзағырақ, 1 сағат, 2 сағат тұрған дұрыс. Маринадталып, өте дәмді болып шығады. Мінекей біздің окорочкамыз дайын болды. Қараңыздаршы, түрінің өзі қандай аппетитті болып тұр. Сіздерде міндетті түрде жасап көріңіздер. Отбасыларыңызға міндетті түрде ұнайтын болады. Өте ұялмай столдарыңызға қоя аласыздар. Даже көп адам болса да осы тағамды көбірек қылып жасап берсеңіздер болады. Картошкаларыңыз да езіліп, әдемі болып піседі. Окорочкаларыңыз да сочный болып, суының өзі қараңыздар қаншалық шығып тұр. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздермен болған Аяулым, рахмет сіздерге.